Рахмет. Сауалым премьер-министрге. Депутаттық сауалым ұлттың рухани ДНК-сы қазақтың материалдық емес мәдени мұрасын қорғау туралы болмақ. Салт дәстүр, ырым мен тыйым, айтыс пен жыр, аңыз бен ертегі сияқты ұлттық жауһарларымыз қолмен ұстауға келмейтін, бірақ ұлттық бірегейлік үшін санаға сіңуі тиіс құндылықтар. Ауылдағы жалғыз қария ғана білетін күй, шебермен бірге кететін өнер дағдылары, ұмытыла бастаған ырым тыйым, мұның бәрі ұлттық бірегейліктің, тіпті қажет десеңіз ұлттық қауіпсіздіктің мәселесі. Сондықтан біз материалдық емес мәдени мұраны қорғау туралы арнайы заң жобасын дайындадық. Алайда үкімет мұндай заң қажет емес, барлығы қолданыстағы мәдениет туралы заңмен реттелген деп жобаға теріс қорытынды берді. Біз бұл көзқарасты бюрократиялық формализмнің көрінісі деп есептейміз. Өйткені мәдениет туралы заң бұл мәселені шешеді деу, мектептегі дене шынықтыру сабағын өткізу ұлттық олимпиада құрамасын олимпиадаға дайындауға жеткілікті дегенмен бірдей ұстаным. Өйткені қолданыстағы заң біз ұсынған нормаларды қамтымайды. Қандай мәселелер шешілмей отыр? Бірінші, ұлттық құндылықты жеткізушілер құқықтық тұрғыда бүгін ескерусіз қалған. Қобызшы, зергер, жырау, бүркітші, қазіргі заңнамада олардың нақты мәртебесі жоқ, қарастырылмаған. Мәдени мұраның тасымалдаушысы деген ұғым ол заңда мүлдем жоқ. Мемлекеттік қолдау да шәкірт даярлауға арналған жүйеде бүгін қарастырылмаған. Олар, яғни өмірде бар, бірақ заңда жоқ. Сондықтан тұтас мәдени құндылықтар жоғалудың алдында тұр. Екінші, қаржыландыру мақсатсыз бүгін және эпизодтық. Мәдениет туралы заңда осы бағыт үшін арнайы қаржыландыру, гранттар мен субсидиялар қарастырылмаған. Ұлттық мұраны сақтап, жеткізуге бағытталған нақты тетікте жоқ. Енді басқа елдердің тәжірибесін қарайық. Мысалы, Жапония бар, әлде Оңтүстік Корея. Осы құндылықты жеткізуші азаматтарды осы мемлекеттерде танып, оларға тірі ұлттық қазына деген арнайы мәртебені беріп, оларға мемлекеттік стипендия осы мемлекеттер төлейді. Жапония мен Оңтүстік Кореяда. Ал Өзбекстан мұра жеткізушілерге тұрақты жәрдемақы бекітті. Қытай, Қырғызстан, Әзербайжан, Ресей арнайы заң қабылдады. Ал біз болсақ арнайы заңды әлі қабылдамай, қолдамай отырмыз. Уақыт бізді күтпейді. Егер ғимарат қираса, біз оны сызбасы бойынша қайта қалпына келтіре аламыз. Ал егер бүгін соңғы жыршы, шежіреші, немесе қобыз жасаудың ерекше техникасын білетін, кигіз басудың ерекше көне тәсілін білетін соңғы шебер дүниеден өтетін болса, бұл білім әрине мәңгілікке жоғалады. Оны біз реставрация жасай алмаймыз. Мұрада оны жеткізуші де бүгін бар, бірақ уақыт өтіп барады. Ертең мәдени мұраларымызды жеткізетін адам қалмауы мүмкін. Сондықтан ұлттық бірегейлікті сақтап қалатын нақты заңды қабылдауды біз ұсынып отырмыз. Ол заңды біз дайындадық, үкіметке жібердік, оны қабылдамады, қолдамады. Енді осы жаңа заң жобасын қайта қарап қолдауларыңызды күтеміз. Рахмет.